Енді бұл жерлерде Хорезмнен Қырымға дейін бұрынғы халықтар мен адамдардың ешбірі өмір сүрмейді және қозғалыста жоқ. Және енді онда қарақұйрықтар мен түйелер қауымдарынан басқа ештеңе де жоқ. Дештінің астанасы Сарай. Бұл қала мұсылманша салынған керемет қамалы бар. Сарай ғылымның орталығына айналды. Қысқа мерзімнің ішінде мұнда ғалымдардың және атақтылардың, шешендер мен шеберлердің, тіптен барлық лайықты адамдардың тамаша және салауатты үлесі жиналды. Мұндай белгілі кісілер тіптен көп адам мекендейтін Египеттің бөліктерінде де, елді мекендерінде де жинақталған жоқ еді. Араб тарихшысы Ибн Арабшах. Бұл бір кездері жарты әлемді аузына қаратқан атақты Алтын Орданың Әмір Темір жорықтарынан кейінгі жағдайы болатын. 1395-1396 жылдардағы Әмір Темірдің Алтын Ордаға жасаған екінші жорығы мен тонаушылықтарының ауыр болғандығы сондай, тарихшылар бұны Алтын Орданың омыртқасы үзілген кез деп баға береді. Көшпенділер негізін қалаған алып империяның осы кезден бастап шаңырағы шайқала бастады. 1357-1380 жылдар арасында Алтын Орда тағында 25 хан ауысты. Олар Сарай қаласының тағы үшін бір-бірімен аяусыз соғысқа түсті. Мұның барлығы алып империяны ондаған шағын ұлыстарға бөлшектеп тастады. Ал соның алдында ғана Алтын Орда қандай мемлекет еді? 100 жыл бұрын Алтын Орда империясы бір кездері жер бетінде әскери қуаты жағынан ең мықты мемлекет болатын. Ол кездері империяның құрамына Сібір мен Ертіс, Алтай тауларынан бастап батыста Венгрия жеріне дейінгі халықтар бағынышты болды. Алтын Орданың негізін қалаған Батухан тіпті бүкіл Шыңғыс хан ұрпақтары ішінде ең беделді адам саналды. Тіпті Қарақорымда үлкен ханды сайлауға Қыпшақ даласында жүрген Батухан ықпал етіп отырды. Батуханның ықпалымен Мөңке хан таққа келді. Бұл бір кездері өзінің қасында жүріп батыс жорығына қатысқан Шыңғыс тұқымының ханзадасы болады. Алайда Алтын Орда ғасырлар өте келе өз территориясының ыдырауынан бірнеше хандықтарға бөлініп кетті. Жаңа мемлекеттер пайда болды. Ал сондай империяның ыдырауына сол империяның астанасы болған Еуропа мен Азиядағы ең үлкен сауда әрі саяси орталықтың рөлін атқарған Сарай қаласын тас-талқан етуге себепші болған Әмір Темір болатын. Тоқтамыс ханның Темірден тәуелсіз болуға ұмтылуы екі билеуші арасында ұзақ уақытқа созылған соғыс отын тұтатты. Соғыстың қорытындысында Алтын Орда тас-талқан болды. Оның орнына тәуелсіз мемлекеттер пайда болды. Бірақ одан кейін бұл хандықтар бір тудың астына біріге алмады. Алтын Орданың күйреуі сол кезге дейін бодан болып келген орыс князьдеріне тәуелсіздік алуға жол ашып берді. Бату тізерлеткен Мәскеуді 1382 жылы Тоқтамыс хан өртеп жіберсе, едіге қаланы басып ала алмады, тек салық төлеп тұруға көндірді Мәскеуді. Ал 1571 жылы Қырымдық билеуші Дәулеткерей қаланы өртегенімен бұл да уақытша жеңістер болатын. Мұның барлығы Әмір Темірдің жойқын жорықтарының және сол кездері үлкен даланы жайлаған жұқпалы індеттің, сонымен қатар сауда жолдарының тоқтауының салдары болатын. Әсіресе Әмір Темір мен Тоқтамыстың текетіресі Алтын Орданы қатты әлсіретіп жіберді. Темірдің жеңісті жорықтарын жазып қалдырған тарихшы
Шарафаддин Йездидің айтуынша, Әмір Темірдің өзіне Тоқтамысты қолға түсіру қажет болған. Сол кездегі тарихшы былай деп жазады: Темір Тоқтамыс ханның соңына қуалап түсті және оның соңынан күн демей түн демей аса қатты жүрді. Мұндайда ашық далада жеңілген әскерді тоқтатып қорғану ұйымдастыру дегеніңіз қиынның қиын еді. Алайда Тоқтамыс бәрібір қолға түспей Булгар жеріне өтіп кетті. Ибн Арабшахтың айтуынша, Әмір Темір өзі жүрген жерлерінде адам айтқысыз қырғын ұйымдастырған. Мұны орыс жылнамалары да мойындайды. Оның әскерлерінің алды Азаққа, Азов дейін барып, Алтын Орданың астанасы Сарайшықты, Қажы Тарханды және осы өлкенің бәрін талқандады. Әсіресе мемлекет астанасының жермен жексен болып жойылып кетуі Темірдің шектен шыққан қатыгездігі болды. Ибн Арабшах бұл туралы сөзбе-сөз былай деп жазады, яғни тарихшы сол кездегі: Енді бұл жерлерде Хорезмнен Қырымға дейін бұрынғы халықтар мен адамдардың ешбірі өмір сүрмейді және қозғалыста жоқ. Және енді онда қара құйрықтар мен түйелер қауымдарынан басқа ештеңе де жоқ. Дештінің астанасы Сарай. Бұл қала мұсылманша салынған керемет қамалы бар. Сарай ғылымның орталығына айналды. Қысқа мерзімнің ішінде мұнда ғалымдардың және атақтылардың, шешендер мен шеберлердің, тіптен барлық лайықты адамдардың тамаша және салауатты үлесі жиналды. Мұндай белгілі кісілер тіптен көп адам мекендейтін Египеттің бөліктерінде де елді мекендерінде де жинақталған жоқ еді деп жазды. Өзінің астанасы Самарқанды гүлдендірген Әмір Темір Алтын Орданың басты қалаларын жермен жексен етті. Бұл ойранды орыстың белгілі тарихшылары әлі күнге дейін баяндап келеді. Әмір Темірдің Алтын Ордаға жасаған жорығы қаншама халық мекендеген империяны тас талқан етіп, ғылым мен білімнің мәдени және саяси орталық болған Сарай қаласын жойып жіберді. Осы жорықтардан кейін орыс князьдері тәуелсіздік ала бастады.